Ал Елордада мерекеге орай Жас отан, жаңғыру жолы жастар конгресі бірлестіктері, жасұлан балалар мен жасөспірімдер ұйымдары, болашақ ассоциация, студенттер альянсы бірігіп, жоғары деңгейде ұйымдастыруына атсалысты. Менің рәміздерім, менің туым, менің Қазақстаным хэштегтермен әлеуметтік желілерде арнайы акциялар ұйымдастырылып, әр өңірдегі жастар ұйымдары шараға қолдау көрсетіп жатыр. Шара барысында қазақстандық жастардың рухани адамгершілігін арттыруға бағытталған маңызды патриоттық акт жарияланып қабылданды. Жастар арасындағы белсенділер тәуелсіздіктің құрдасы ретінде Қазақстанның жетістіктерін құрметтеуге және отанымыздың өркендеуін қамтамасыз етуге аға буынның ізгі бастамаларын жалғастыруға шақырды. Мереке автошерумен жалғасып, тәуелсіздіктің 30 жылдығына сәйкес 30 автокөлік бас қаланың басты көшелерімен 30 километр жолды жүріп өтті. Ең басты мақсаты елдігімізді, тәуелсіздігімізді, мемлекеттік рәміздерімізді ұлықтау. Осындай мерекелік акциялар арқылы біз жастарымызға патриоттық тәрбиені насихаттап ұлықтаудамыз.